Алла Тағала біздің қыздарымызға, әйелдерімізге тазалықты қалайды. Ешбір еркектің көзін түсіргісі келмейді оның денесіне, тәніне. Оған тазалықты қалайды. Оның абыройлы болуын қалайды. Ол көрінгендік емес ол. Көрінгеннің көзіне көрсетілетін арзан нәрсе емес. Көрінген оған барып сөйлесе алатындай сондай бір арзан нәрсе емес ол. Көрінген барып қолын ұстап кететіндей сондай бір тегін нәрсе емес ол. Ол ең біріншіден әлемдердің Раббысының құлы, және ол Алла Тағала оған тазалықты сүйеді. Оны көрінген арзан дүниелерге, режиссерлерге, сценаристерге, әртүрлі жағандай біреулерге қимағандықтан Раббысы орап қойды. Раббысы оны бүркеп қойды. Міне осындай таза нәрсе.